Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін мен қаттама нанның ең қарапайым рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Видеодағыдай барлық қоспаны ұнның үстіне бірден салып аламыз. Маргариннің үй температурасында болуы бұл өте маңызды. Осылай бәрін саламыз, сосын қолымызбен жаймендеп араластырамыз. Бізде осындай жұмсақ теста дайын болды. Енді бұл тестамызды екіге бөліп, бөлме температурасында 15-20 минут ұстаймыз. Содан соң қамырымызды аз ғана ұн сеуіп, жұқалап жазамыз. Қаншалықты жұқа болған сайын біздің нанымыз қытырлап, дәмі де керемет болады. Осылай майымызды жағып, үстіне жуамыз саламыз. Жуанын негізі әркім өз қалауынша салады. Мен өзім аз салдым, сіздер көп салсаңыздар да болады, одан сайын дәмді болады. Жуаны кескен кезде мен кубик қылып турадым. Егер солонка қылып турайтын болсаңыздар, ол қамырымызды тесіп, пісіп жатқан кезде шығып шашырап кетуі мүмкін. Осылай формаға салып, қызып тұрған печкеде пісіріп аламыз.